Сауатсыз жарнама, сәтсіз аударма. Үй маңындағы дүкендер көшенің қақ ортасындағы билбордтарда көзге шыққан сүйелдей болып көрініп тұратын сорақылықтарға етіміз үйреніп кеткелі қашан. Ал осы жарнама жағдайын жақсарту үшін қайтпек керек. Дәл осы тақырып облыстық тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастыруымен өткен сауатты жарнама тіл тазалығының көрінісі атты семинар тренингке арқау болды. Оған жергілікті бизнес қауымдастық өкілдері, тіл жанашырлары қатысты. Семинар тренингте айдар тағылған соң алдымен арнайы маман бизнес өкілдеріне мақсатқа жетуді жеделдетудің қалыптасқан тәсілдерін көрсетті. Қолына қалам ұстап, қағазға үңілген кәсіпкерлер ұмыт болған дүниелерді еске түсіріп, біраз ширыққандай. Шараның негізгі бөлігін ашқан облыс әкімінің орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов басқосудың мән маңызына тоқталды. Оның айтуынша, осы кезге дейін мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтуде түрлі бағдарламалар қабылданды. Дегенмен жарнама тілінің жағдайы әлі мәз емес. Тіл төңірегіндегі олқылықтар қазақ тілі қоғамдық бірлестігінің де назарында. Көп жағдайда бұл ақша үнемдеу мен тіл саясатына атүсті қараудың кесірі. Сондықтан оны қоғам болып қолға алуға жетті ұйым төрағасы. Осы бүкіл қазақта біз сияқты ғой, бет шырсып, соттасып, анда-мында қағаз тасып жүргенде қаламайды да, сол тұра берсін, құрсыншыға келеміз. Бұл құрсыншымыз шын мәнінде түбімізге жетіп отыр. Бұл белсенділік керек. Бұл әрбір азамат, жалпы негізі заң жүзінде кез келген азамат көрген қатені, мынауыңыз қате деп айтып, түзетуге құқығы бар екен. Заң жүзінде міндеттелгенімен көшелерде ілінген көрнекті ақпарат тілінің 75%-ында қазақша аудармасы жоқ. Бұл дәл осы қоғамдық бірлестік зерттеуі. 13% сәтсіз аударылса, қалғанында техникалық, стилистикалық қателіктер көп. Енді мына мәліметтерге назар аударыңыз. Былтыр кәсіпкерлер палатасына 300-ге жоқ жазбаша өтініш келіп түскен. Соның 5%-ында ғана жарнама мәтіндерін сауатты жазуға жәрдем сұралған. Сондықтан біздің мақсатымыз екі жақты тығыз байланыс орнатып, әдістемелік көмек көрсету ісін жандандыру дейді мамандар. Әр саланың өзінің терминдары бар, өзінің іс құжаттары бар. Сол ерекшеліктерін біздер топтарға бөле отырып, келесі бағытта осы алдымыздағы жұмыстарға жоспарлайтын боламыз. Яғни сол әрбір бағытта кәсіпкерлердің жұмысында мемлекеттік тілді енгізуде және жарнамалық қателіктер болдырмау мақсатында тиісті заңнамалар талаптарын және әдістемелерді үйрететін боламыз. Жиын қорытындысында облыстық кәсіпкерлер палатасы мен тілдер басқармасы арасында бұл бағыттағы жұмыстарды бірлесе атқару үшін меморандумға қол қойылды. Назерке Тоғжан, Дастан Бижанов, Айдос Кисимов, Ақжайық арнасы.